Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге бүгінгі видеомда қарбыздың денсаулыққа пайдалы екенін бөліскім келіп отыр. Барлық адам сүйсіне жеп жас шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан екен. Оның құрамында А, В, 6, С дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттері бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғары деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде жеміс-жидектер кездеседі екен. Сонымен қатар қарбыз жүрек, сүйекке пайдасы өте зор екен. Қарбыздың пайдасы. Медицинада мамандарда қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Калориясы тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады. Алайда күніне 2-3 килограммнан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиетін туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Қарбыз науқанымен қатар адамдардың улануды жиілейді. Мысалы, Қазақстанда жаз айында тамақтан уланғандардың саны былтырғымен салыстырғанда 2 есеге көбейген. Оған қарбыздың химиялық қоспалардың көмегімен жылдам пісуі, жемістің көктей жұлынуы себеп болады. Қарбыздың пісіп-піспегенін тексеру үшін сауда орындарында белгі салдырып кескен соң қарбыздың 1 сағат ішінде жеу керек. Әйтпесе тағамдық құндылығы жойылып кетеді. Безгек ауруына шалдыққандар қарбызды сусын ретінде қолданса болады. Тіпті қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамындағы С, А дәрумендерінің адам ағзасына пайдасы мол. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға, дәнін қайнатып сусын ретінде қолдануға да болады. Халық медицинасында қарбызды шемен мен сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Көп адамдар қарбыздың дәнінің көп болмаған дұрыс деп ойлайды. Алайда бұл қате тұжырым. Қарбыздың дәндерінің көп болуы оның табиғи ортада өсірілгенін аңғартады. Және қарбыздың дәндері ақ емес, қара-қоңыр түсті жетілген болуы керек. Қып-қызыл тым тәтті қарбыздар да денсаулыққа зиян. Табиғи жолмен өсірілген қарбыздар әсері қызыл болмау керек. Күннің ыстығына ұзақ тұрып қалған қарбыз да адам ағзасына зиян келтіріп, түрлі ауруларға себепші болады. Сондықтан қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн. Ертеде халықтық медицинада қарбыздың дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Қарбыз темірге бай. Қаназдық анемия кезінде пайдасы көп. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына да көмектеседі. Дәрілер
Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қант диабеті ауруларымен ауыратындардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады. Семіздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатыны дәлелденген. Назарларыңызға рахмет.